Саламатсыздар ма? Қазір біз сіздермен параметр бар квадраттық теңдеулерді жалғастыратын боламыз. Қазір мына 11-ші есепке келетін болсақ, яғни a-ның барлық мәні үшін мына берілген квадраттық теңдеуді шешіңіз дейді. Мына берілгенін жазып қойдым. Ең бірінші біз қазір мына a-ның 1-ге тең болған кездегі мәнін қарастырайық. Яғни мына x квадраттың алдындағы коэффициентіміз, яғни a-1 еді ғой. Осыны 0-ге теңестірейік. Яғни a-1 тең 0, бұдан бізде a тең 1 екендігі шығады. Егер a 1-ге тең болса, апар орнына қойсақ, сонда 1 минус 1 көбейтілген x-тің квадраты азайтылған 2 еселенген 1 көбейту x қосу 2 минус 2 тең 0. Сонда бұл минус 2x қосыл, мынауымыз 0 болды. Сонда минус 2 тең 0, бұдан x тең 0 екендігі шығады. Бұл деген не деген сөз? Яғни a-ның мәні 1-ге тең болса, x-тің мәні 0-ге тең болады екен мынау. Енді екінші жағдай, біз енді квадраттық теңдеу болатын жағдайын шығаруымыз керек қой. Ол үшін мынау a деген мәніміз a-1 0-ге тең емес дейміз мұнда. Біріншісі деп қояйық, мұнда екінші жағдай. Яғни a тең емес 1-ге. Демек a 1-ге тең емес болса, онда біз дискриминант табу арқылы есептейміз мына жерде. Дискриминант ол дегеніміз минус 2a-ның квадраты азайтылған 4 еселенген a-1 көбейтілген 2 еселенген a-1 дейді. Бұл сонда 4a квадрат азайтылған 8 еселенген a квадрат минус 2a қосылған 1. Жақшамды ашатын болсам, сонда 4a-ның квадраты азайтылған 8a квадрат қосылған 16a және де азайтылған 8. Яғни бұл дегеніміз минус 4a квадрат қосылған 16a және азайтылған 8 болып тұр екен. Демек дискриминантымызды таптық. Дискриминантымыз мына өрнекке тең екен. Енді біз осыны бірінші 0-ден кіші деп аламыз. Яғни нақты түбірі болмайтын кез қай кез? Дискриминант 0-ден кіші болса. Сонда минус 4 еселенген a квадрат қосылған 16a азайтылған 8-ді кіші 0 дейміз. Енді осының барлығын минус 4-ке бөліп тастасақ, сонда a квадрат азайтылған 4a плюс 2 0-ден үлкен деген шығады. Енді бұны шығару үшін квадраттық теңсіздік ретінде шығарсақ та болады, немесе мынаны толық квадратын бөліп алу арқылы шығарсақ та болады. 4a қосылған 4 азайтылған 4 плюс 2 үлкен 0 дедік. Яғни мына 4-ті өзіміз қосып азайттық. Сонда мына алғашқы үшеуі бізде a азайтылған 2-нің квадратын береді. Сонда минус 4-ке 2-ні қоссақ минус 2, оны теңсіздіктің оң жағына өткізсек, ол 2 болып өтеді екен. Енді квадратқа керамал түбірасын алғандықтан, яғни квадратты түбірасынан шығаратын болсаңыздар, ол жерде модуль a минус 2 үлкен түбірасты 2 деген шығады. Сонда бұл теңсіздігімізді ашатын болсақ, яғни a минус 2 үлкен түбірасты 2-ден және a минус 2 кіші минус түбірасты 2. Сонда a үлкен 2 қосылған түбірасты 2, ал мұнан a кіші 2 азайтылған түбірасты 2 деген болады екен. Сонда бұл нені білдіреді? Егер a тиісті минус шексіздіктен 2 азайтылған түбірасты 2-ге дейін және бірігу 2 қосылған түбірасты 2-ден плюс шексіздікке дейін болса, онда дискриминант 0-ден кіші болады екенде, онда оның нақты түбірі болмайды екен, нақты түбірі жоқ. Енді келесі екінші жағдай, ол дискриминантты үлкеніне тең 0 деп алып қарастырамыз. Онда мына жаққа жазайық. Екіншісі дискриминант үлкеніне тең 0 десек, тура бағанадай 4a квадрат қосылған 16a минус 8-ді үлкеніне тең 0 дейміз. Сонда бағанағыдай минус 4-ке бөліп тастасақ, a квадрат азайтылған 4a плюс 2 кішіне тең 0 болады. Тура бағанағыдай толық квадратын бөліп алатын болсақ, a минус 2-нің квадраты кішіне тең 2. Ал бұл дегеніміз модулі арқылы жазатын болсақ, a минус 2-нің модулі кішіне тең түбірасты 2. Сонда a тиісті. Мына жерден мынауымыз бірінші плюспен ашатын болсақ, мына оң жақтағы мәні, яғни бізде бірінші сол жағынан бастайтын болсақ, сонда 2 азайтылған түбірасты 2-ден үлкен екен және 2 қосылған түбірасты 2-ден кіші екен. Сонда дискриминант туралы міне дискриминант үлкеніне тең 0 болады екен осы жағдайда. Және де біз тағы да бір ескеретін жағдайымыз, мынау ең осы екінші тәсіл, яғни екінші амалымызды бастадық қой. Екінші, яғни a 1-ге тең емес дедік. Демек, мына жерден сол шартты жазамыз, жауап ретінде мына жаққа жауабы. Сонда a тиісті 2 азайтылған түбірасты 2-ден 1-ге дейін, бірігу 1-ден плюс шексіздікке дейін болса, плюс шексіздік емес әрине мына жер, 2 қосу түбірасты 2-ге дейін болса ғана, бұл кезде дискриминантымыз 0-ден үлкен немесе тең болады екен. Ал мына 1-ге тең болып кететін болса, онда ол квадраттық теңдеу емес сызықтық теңдеу болады ғой. Сонда міне
а осы аралыққа тиісті болса, онда оның түбірі табылады екен. Және оның түбірін дискриминантты табу формуласы арқылы x1 мен x2 тең бастапқы квадраттық теңдеуім қандай еді менде? Соған бір қарайық. Яғни, мына жерден көріп тұрғандарыңыздай, сонда бұл 2a плюс минус түбірдің астындағы дискриминант деп қалдыра сайын 2 еселенген a минус 1 екен. Сонда міне a осы аралыққа тиісті болса, онда оның түбірі мынаған тең. Ал a мына аралыққа тиісті болса, онда оның нақты түбірі жоқ, және a 1-ге тең болса, онда x 0-ге тең екен. Сонда мынау 11-ші есебіміз міне бізде осылай шығады екен. Келесі 12-ші есепке келетін болсақ, 12-ші есебіміз не дейді бізде? Яғни p-ның қандай мәнінде мына берілген квадраттық теңдеудің түбірлерінің қатынасы минус 4-ке тең болады дейді. Ол үшін мына жаққа жазайық, 12 деп қойайық. Берілгені x квадрат қосылған px азайтылған 16 тең 0. Яғни x1 бөлінген x2 ол минус 4-ке тең болатындай p-ның мәнін сұрап тұр екен ғой бізден. Ондай болса Виет теоремасын еске түсірейік. x1 мен x2-ның қосындысы минус p-ға тең. x1 мен x2-ның көбейтіндісі минус 16-ға тең. Осы жерден біз енді не істейміз? x1-ді өрнектеп алсақ. Мына жақтан бізде x1 ол минус 4 еселенген x2-ге тең екендігін көріп тұрмыз. Енді осы жерден x1-лердің орнына минус 4 еселенген x2-ні қойсақ. Минус 4 еселенген x2 қосылған x2 ол тең минус p. Минус 4 еселенген x2-ның квадраты ол минус 16-ға тең деп. Осы жерден мына екінші теңдеуімнен мен қазір x2-ның мәнін есептесем, x2-ның квадраты ол 4-ке тең болады. Демек, бұл x2 тең плюс минус 2 деген сөз. Ал бірінші x2-ның 2-ке тең болатын жағдайын алатын болсақ, онда мына жерге қоямыз ғой. Сонда минус 3 еселенген x2 ол тең минус p. x2-ның орнына апарып қойсақ, минус 3 көбейтілген 2 тең минус p. Бұдан минус 6 тең минус p. Бұл p 6-ға тең деген сөз. Келесі x2-міз минус 2-ке тең болса, сонда минус 3 ол көбейтілген x2 тең минус p. Минус 3 көбейтілген минус 2 ол минус p-ға тең екенде 6 тең минус p. Бұдан p тең минус 6 деген шығады. Сонда міне p плюс минус 6-ға тең болса, мына берілген квадраттық теңдеудің түбірлерінің қатынасы минус 4-ке тең болады екен. Енді келесі осы 13-ші есебімізге келейік. Яғни k-ның қандай бүтін мәнінде мына берілген квадраттық теңдеудің түбірі 3 есе кіші болады дейді екінші түбірінен. Мына жақтан берілген жазайық. 13-ші есеп 4x-тің квадраты азайтылған 3k қосылған 2x қосылған k квадрат минус 1 дейді. Тең 0. Яғни k қандай мәнге тең болған кезде бізде x1 ол 3 еселенген x2-ге тең болады деп тұр ғой. Енді осыдан Виет теоремасын тағы да қолданамыз. Ол үшін мынаны келтірілген түрге келтіру үшін x квадраттың алдында коэффициент 1 болу керек. Сол үшін мынаны барын 4-ке бөліп тастасақ, x1 қосылған x2 ол дегеніміз 3k қосылған 2 бөлінген 4-ке тең екен. Келесі x1 көбейтілген x2 ол дегеніміз k квадрат азайтылған 1 бөлінген 4-ке тең. Мынадан көріп тұрғандарыңыздай бұл Виет теоремасынан шығып тұр. Енді x1-дің 3 еселенген x2-ге тең екендігін білем ғой. Есептің шартында айтылып тұр, яғни 3 есе кіші болу керек деп. Яғни x2 деген түбіріміз мына x1-ден 3 есе кіші болып тұр. Апарып енді x1-дің орнына 3x2-ні қоятын болсақ, мына жерге қойған кезде 4 еселенген x2 ол дегеніміз 3k плюс 2 бөлінген 4-ке тең. Ал мына жақтан бізде 3 еселенген x2-ның квадраты ол дегеніміз k квадрат минус 1 бөлінген 4-ке тең болды. Енді осыған байланысты қалай есептейміз? Мынадан біз нені өрнектеп алайық? x2-ні. x2-ні өрнектеп алсақ, x2-міз 3k қосылған 2 бөлінген 16. Енді осы x2-ні апарып мына жерге қойып k-ға қатысты квадраттық теңдеу шешсек. Сонда 3 еселенген 3k қосылған 2 бөлінген 16-ның бізде квадраты ол тең k квадрат минус 1 бөлінген 4. Енді 3 еселенген 9k-ның квадраты қосылған 12k қосылған 4, ал бөлімін мен қалай жазсам екен қазір? 16 көбейтілген 4 көбейтілген 4 деп жазайық. Мынаны 16-ның квадраты деген қазір ортақ бөлімге келтірген кезде керек болады бізде. Сонда бұл тең k квадрат минус 1 бөлінген 4. Енді осыны ортақ бөлімге келтіретін болсақ, онда мынаған біз әрине 64-тен беруіміз керек қой. Бөлімі 16-ның квадраты шығу үшін. Сонда 27k квадрат қосылған 36k қосылған
12 ол дегеніміз 64k квадрат минус 64-ке тең екен. Енді осы жерден k-ға байланысты квадраттық теңдеу шығаратын болсақ, 64-тен 27-ні азайтатын болсақ, бізде 37k-ның квадраты, азайтылған 36k, келесі азайтылған 76 тең 0. Енді осыдан k1 мен k2-ні табайық. k1 және k2 ол дегеніміз 36 плюс-минус түбірдің астындағы мына жақтан 36-ның квадраты қосылған 4 еселенген 37 және көбейту 76. Негізі бізде формула бойынша минус 4 атса еді ғой, бірақ мына минус пен плюс болып кетті. 2 еселенген 37 дедік. Ал енді осының мәнін есептей салайық онда мына жерден. 36 көбейту 36 ол 1296 дейді. Мына жаққа жазайық 1296. Келесі оған қос дейді. Қосамыз 4 еселенген 37-ні және көбейтеміз 76-ға дейді. 12544 дейді. Осыны түбірден шығаратын болсақ 112 шығады екен. Сонда мынауымыз 36 плюс-минус 112 бөлінген 2 еселенген 37. Ал k1-дің мәнін есептесек, бірінші плюспен алатын болсақ 148 бөлінген мынауымыз 74. Мына екеуі бір-бірімен қысқарып 2-ке тең екен. k1-іміз 2-ке тең болды. Ал k2 дегеніміз минуспен алатын болсақ мына жақтан, сонда 36 азайтылған 112 бөлінген 2 еселенген 37 десек. Мына жақтан бізде 112-ден азайтқанда 676 шығады. Сонда бұл тең минус 76 бөлінген 2 еселенген 37-ге тең болды. Енді мынауымыз әрине бізде бүтін сан болмайды. Бізде k1 тең 2 деген ғана жауабымыз бүтін сан болады ғой. Сонда мына жаққа жазамыз. k тең 2 болғанда ғана деп жазған кезде мына жауапта бізді қанағаттандырады ғой. Себебі не үшін біз 2-ні ғана алдық? Бізде есептің шартында сұрап тұр, яғни ол бүтін сан болу керек деп. Сол үшін біз ана 2 деген жауапты алдық. Болғанда, мына жерде, болғанда, яғни мынау бізде 13-ші есебіміз екен. Міне k-ға қатысты квадраттық теңдеу шығару арқылы k-ның несіне 2-ке тең болатындығын көрдік. Сол кезде, яғни k-ның мәні 2-ке тең болса, және k-ның мәні минус 74-тен 76-ға тең болса, онда ол бізде көріп тұрғандарыңыздай бірінші түбірі екіншісінен 3 есе кіші болады екен. Келесі есеп 14-ші есепке келейік. 14-ші есебіміз бізде не дейді? A-ның барлық мәнін табыңыз дейді. Бірінші түбірі екіншісінен 2 есе үлкен болатындай дейді. Яғни, мынау x1 ол тең болу керек екен 2 еселенген x2-ге дейді. Олай болса 14-ті бастайық. Мына жерден жауаптармен де салыстырсаңыздар болады. Міне жауабы астында көріп тұрғансыздарыңыздай төңкерілген түрде тұр. 14-ші есеп. 14-тің асынан бастайық. 9x-тің квадраты азайтылған 18, мынау a минус 1x азайтылған 8a қосылған 24 тең 0. Енді осы жерден a-ның қандай мәнінде деп тұр, x1 ол тең болу керек екен 2 еселенген x2-ге. Олай болса, Виет теоремасын қолданамыз. Бұл жерде де тағы да барлығын 9-ға бөліп тастайтын болсақ, сонда x1 қосылған x2 ол дегеніміз 2 еселенген a минус 1-ге тең екен. Ал x1 көбейтілген x2 ол дегеніміз мынауымыз минус 8a қосылған 24 бөлінген неге тең ғой? 9-ға. Міне осы жерден біз қазір міне 3 белгісіз 3 теңдеу. Яғни бұл жерден қазір түбірін таба аламыз. x1-дің орнына 2 еселенген x2-ні қоятын болсақ, сонда 3 еселенген x2 ол дегеніміз 2 еселенген a минус 1. Ал мынауымыз 2 еселенген x2-ның квадраты ол дегеніміз минус 8a қосылған 24 бөлінген 9-ға тең екен. Тура жаңағыдай x2-ні өрнектеп алып орнына қоятын болсақ, сонда 2a минус 1 бөлінген 3 бұл бізде x2-ның орында тұр. Осының квадраты және көбейтілген 2 бұл тең болу керек екен. Міне мынадан x2-ні өрнектеп алдым ғой мен. a минус 1 бөлінген 3 деп. Енді осы x2-ні біз қазір не істедік? Мына жердегі x2-ге қойып жатырмын, сонда мынаның квадраты осы жерден шығып отыр. Бұл тең минус 8a қосылған 24 бөлінген 9.
Енді осыдан 4 еселенген а квадрат минус 2а қосылған 1 көбейтілген 2 ал бөлімінде 9. Бұл тең минус 8а қосылған 24 бөлінген 9 екен. Бөлімдері бірдей болып тұр. Енді алымдарына байланысты квадраттық теңдеу шешетін болсақ, бізде 8а квадрат азайтылған 16а қосылған 8 қосылған 8а минус 24 тең 0-ге. Мына жерден барлығын қазір бірінші ықшамдап алайық. 8а азайтылған 8а, одан кейін келесі азайтылған 16 тең 0. Барлығын 8-ге қысқартсақ, а квадрат минус а минус 2 тең 0. Бұл дегеніміз а минус 2 және а плюс 1 деген екі жақшаға, екі көбейткішке жіктеледі. Сонда а тең 2 және а тең минус 1 болады деген түбіріміз болады. Сонда аның мәні минус 1-ге және 2-ге тең болса, мына берілген квадраттық теңдеудің түбірі біріншісіне екіншісінен 2 есе артық болады екен. Мына жерден де көріп тұрғандарыңыздай жауабында не деп тұр екен? Міне минус 1-ге және 2-ге тең дейді. Олай болса, мынаның б-сын өздеріңіз шығарып көріңіздер. Бұның б-сын сіздерге қалдырайық. Яғни тура осы мына 14-тің асын шығарған ретпен шығарасыздар. Яғни оның ешқандай қиындығы жоқ шығар. Келесі 15-ші есепке келейік. 15-ші есеп аның қандай мәнінде дейді? Яғни әртүрлі түбірлері әртүрлі деп тұр. Және солардың квадраттарының қосындысы бірден артық болу керек дейді. Яғни аның қандай мәнінде бізде аны табуымыз керек. Яғни x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадраты үлкен болатындай бірден. Демек, бұл жерден мен қазір Виет теоремасын бірден қолдана салайын. x1 мен x2-ның қосындысы аға тең, ал x1 көбейтілген x2 бұл дегеніміз а қосылған 1-ге тең деп осы міне мынауны Виет теоремасын шығып отыр. Міне мынау түбірлердің қосындысы аға көбейтілсе а плюс 1-ге тең деген. Енді бізге келесі не істеу керек? Мен онда мынаның екі жағында квадраттап жіберейік сәйкесінше. Онда бізде не шыққан? x1-дің квадраты қосылған 2 еселенген x1-дің квадраты, квадрат болмайды мына жерде. 2 еселенген x1 x2 қосылған x2-ның квадраты ол деген а квадратқа тең. Осыдан мен x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадратын өрнектеп алсам, ол а квадрат азайтылған 2 еселенген x1 мен x2-ның көбейтіндісі ғой, ал оны білеміз а плюс 1-ге тең екен. Сонда мына жерде а плюс 1. Енді бізге келесі не істеу керек? Осыны үлкен бірден деп теңсіздік шығарамыз. Себебі бізде есептің шартында да сұрап тұр ғой, квадраттардың қосындысы бірден артық болу керек деп. Енді осы жерден а квадрат азайтылған 2а минус 2-ні үлкен бірден десек. Мен онда бұны а квадрат минус 2а қосылған 1 минус 3 үлкен бірден деп мынаның толық квадратын бөліп аласайын. Сонда а минус 1-дің квадраты үлкен 4-тен, енді модульге алатын болсын, енді квадратқа керамыл түбірасты ғой. Сонда түбірасын алсақ, мынан модуль а минус 1 шығады, ол үлкен 2-ден екендігі шығады. Демек, мынаны енді астына жазайын қазір. А минус 1 үлкен 2-ден және а минус 1 кіші минус 2-ден. Осы жерден а үлкен 3-ден және а кіші минус 1 екендігі шығады. Бізге де қазір не істейміз? Және тағы бір шартты ұмытып кеттік қой. Бізде айтып тұр, дискриминантқа байланысты түбірлері әртүрлі болады деп тұр да, мына 15-ші есептеміне различный корней дейді. Яғни түбірлері әртүрлі болу керек. Сонда дискриминантына қазір мына жаққа есептеуге тура келіп тұр. d тең минус а-ның квадраты азайтылған 4 еселенген а плюс 1. Бұл түбірлері әртүрлі болса, дискриминанты қатаң түрде нөлден үлкен болу керек. Сонда минус а квадрат азайтылған 4а. Мынау минус а квадрат деппін ғой, плюс а квадрат. Өйткені минус а-ның квадраты бәрібір бізде а квадратқа тең. Минус 4а минус 4 үлкен болу керек 0-ден. Енді біз бұны не істейміз? Бағанағыдай минус 4а қосылған 4 азайтылған 4 минус 4 деп мынаны өзіміз қосып азайттық. Үлкен 0-ден дедік. Енді мынаны екеуін минус 8, оны теңсіздіктің оң жағына өткізіп жіберетін болсақ, бізде не шығады? А минус 2-ның квадраты үлкен 8. Енді түбірасына алған кезде а минус 2-ның модулі үлкен 2 түбірасты 2 деген шығады. Сонда амыз қандай жауап аралыққа тиісті екен? А үлкен болу керек 2 қосылған 2 түбірасты 2 және а кіші болу керек 2 азайтылған мынау 2 түбірасты 2. Сонда бұны аралық ретінде жасақ, а тиісті минус шексіздіктен 2 азайтылған 2 түбірасты 2-ге дейін, одан кейін бірігу
2 қосылған 2 түбірасты 2-ден плюс шексіздікке дейін деген болады. Бұл бізде дискриминанты, яғни түбірі әртүрлі болатын шартымыз. Ал енді мына жерде бізде түбірлерінің квадраттарының қосындысы бірден артық болатын шарт қой, сонда мынаның астына жазып қояйық. А тиісті минус шексіздіктен минус 1-ге дейін, одан кейін бірігу 3-тен плюс шексіздікке дейін деп. Енді осы екеуінің ортақ аралықты алатын болсақ, сонда 2-ден 2 түбірасты 2-ні азайтатын болсақ, мына жаққа, яғни қазір есептей салайық, жуықтап қанша екен. Яғни мынау немесе бір қазір 2 азайтылған түбірасты 2. Мынауымыз қазір 2, бірден былай істей салайыншы, одан былай істей отырғаннан гөрі 8 дейінде осыны түбірден шығарайын. Сонда осыны енді 2-ден азайтатын болсақ. Сонда мынандай 0,8 ғой жуықтағанда, бірақ мынау бізде керісінше ғой. Яғни түбірасты 2-ні 1,4 десек, мынау 2,8, яғни 2-ден 2,8 азайтсақ, минус 0,8 екен. Ал мынауымыз қанша болды? 1,4, 2,8, мынауымыз қазір бұлай 2-ге қосылып тұр ғой. Мына жерін дұрыстап қазір жазайын қайтадан. Міне 2 қосылған 2 түбірасты 2. Мынауының мәні бізде қаншаға тең болды бағана? Мынау 1,4, 2,8, 2,8-ге 2-ні қосатын болсақ, 4,8. Жуықтап алып жатыр мына жердегі мәндерім. Енді осы екеуін алатын болсақ, бұның енді қайсысы? Ең кішісін аламыз ғой. Демек, мына екеуінің ең кішісі минус 1, ал мына екеуінің бізде ең үлкенін аламыз. Ол, яғни 2 қосылған түбірасты 2. Сонда, оны басқа түспен жазайық. А тиісті минус шексіздіктен минус 1-ге дейін бірігу 2 қосылған 2 түбірасты 2-ден плюс шексіздікке дейін. Сонда міне біздің A'мыз осы аралыққа тиісті болу керек екен. Міне мына есебіміз бізде осылай шықты. Қазір бұлай сәл кішірейтейін. Бардың бір толық бір бетке сиятындай. Жауабын тексерейік. 15-ші есепте міне минус шексіздіктен минус 1-ге дейін дейді. Одан кейін келесі 2 қосылған 2 түбірасты 2-ден плюс шексіздікке дейін деп. Жауабымыз сәйкес келіп тұр. Енді келесі 16-ші есеп. 16-ші есебіміз не дейді бізде? Яғни Аның қандай мәнінде? Яғни Аның қандай мәнінде түбірлерінің қосындысы ол түбірлерінің квадраттарының қосындысына тең дейді. Яғни мынаны сұрап тұр екен ғой бізден. x1 қосылған x2 ол дегеніміз x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадратына тең болады дейді. Аның мәні қандай болса. Енді осы жерден тағы да Вет теоремасына жүгінетін боламыз. Вет теоремасы x1 қосылған x2 ол дегеніміз 2a. Бірден Вет теоремасын қолданбас бұрын мен мынаны ашып алайын. Сонда x квадрат азайтылған 2ax плюс 2a минус 1 тең 0 болды ғой. Енді осы жерден мынаған Вет теоремасын қолданамыз. Сонда бізде міне көріп тұрғандарыңыздай x1 мен x2-ның қосындысы 2a-ға тең, ал x1 мен x2-ның көбейтіндісі 2a минус 1-ге тең. Осы жерден енді біз нені табайық? Бұл қандай сандар? Бұл әрине x1 мен x2-ні таптық. Табатын болсақ, немесе бірден ауызша айта салсақ болады ғой. Мына 2a минус 1, ал келесі түбірі 1 деп. Міне 2a минус 1 және 1 деген сандар болады бұның түбірі. Себебі екеуін қоссақ, 2a шығады, көбейтсек 2a минус 1 шығады. Ал енді бұны біз немен есептейік? Мынаған келетіндей қылыпты. Ол үшін мен онда мынаның екі жағын тағы да квадраттап жүретін болсам, сонда x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадраты қосылған 2 еселенген x1 көбейту x2 ол 4a квадратқа тең. Осыдан x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадратын өрнектеп алсақ, ол 4a квадрат азайтылған 2 еселенген 2a минус 1. Ал енді бізге айтып тұр ғой, x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадраты ол x плюс 1-ге тең болу керек. x1 қосылған x2-ге тең болу керек. Яғни бұл 2a-ға тең болу керек екен және де. Енді осыдан есептейік. Сонда бұл не шығады екен? Мына жаққа қазір мен мынанда жазып қойсайын, екінші тәсілмен шығарсақ болады. 2a минус 1, ал мына жақтан x2 дегеніміз 1-ге тең. Осы x1 мен x2-ні мына жерге қоя салып шығарсақ болады, немесе мына біріншісін квадраттап жіберіп, сол жерден x1 мен x2-ның квадратын өрнектеп алып, одан кейін оны мынаған теңестіріп шығарсақ та болады. Бірақ бәрібір бізде соңында шығатын жауабымыз бірдей ғой.
4а квадрат азайтылған 4а қосылған 2 ол тең 2а дейді. Сонда 4а квадрат азайтылған 6а плюс 2 тең 0. Бәрін 2-ке қысқартып жіберетін болсақ, 2а квадрат минус 3а плюс 1 тең 0 екен. А1 мен А2-ні есептейік. А1 және А2. Оның мәнін есептесек, 3 плюс минус b квадрат минус 4ac. Одан 1 шығады, бөлінген 4. Ал бұның жауабы сонда плюспен алсақ 1, минуспен алсақ 2-ден 1 екен. Сонда міне А-ның мәнін таптық, 1 және 2-ден 1. Енді мынау екінші тәсілін сіздерге көрсетейін, яғни x1 мен x2-ні біз тауып алдық қой, белгілі болып тұр. Сонда қосындысы 2а-ға тең, ол тең. Сонда 2а минус 1-дің квадраты қосылған 1 десек. Міне 2а ол тең 4а квадрат минус 4а қосылған 1 қосу 1. Яғни мынаны ықшамдайтын болсақ, тура мына квадраттық теңдеуге келеді екенбіз. Сонда жауабы бәрібір бізде а тең 1 және а тең 2-ден 1 деген шығады. Сонда осы шарт орындалса, бізде міне түбірлердің қосындысы ол түбірлердің квадраттарының қосындысына тең болады екен. Бұл бізде 16-шы есеп. Енді келесі. Бізде аның қандай мәнінде сумма кубов, яғни дискриминант әртүрлі болатын, дискриминант әртүрлі деппін ғой, түбірлері әртүрлі болатын дейді. Және сол түбірлері әртүрлі болу керек, және солардың кубтарының қосындысы бірден кем деп тұр ғой. Демек, мынаны қалай істейміз? Тура бағанағыдай берілген жазып алайық. Қосылған а тең 0 деп. Мен ең бірінші дискриминант табатын болсам, дискриминант 1 азайтылған 4а ғой. 1 азайтылған 4а-ны біз не істейміз? Дискриминант түбірлері әртүрлі десе, онда мынаны 0-ден үлкен десек, онда а кіші 4-тен 1 екендігі шығады. Яғни а-ның мәні 4-тен 1-ден кіші болса, онда дискриминантымыз 0-ден қатаң түрде үлкен болады да, яғни түбірлері бір-біріне тең емес болады. Енді келесісі кубтардың қосындысы деп тұр, бізде назар аударсаңыздар. Мына жақтан былай дейді. x1-дің кубы қосылған x2-ның кубы, бұл бізде қандай болу керек дейді? Бірден кем болу керек екен. Енді осы жерден біз нені шығарайық? x1 мен x2-ні x1 қосылған x2 ол 1-ге тең, ал x2 көбейтілген x1 ол a-ға тең дейік мына жерден. Бұл қайдан шықты десеңіздер, яғни мынау Виет теоремасын қолдандық қой. Енді мынаған қалай жетсем болады бұған? Ол үшін біз қазір былай алайық. Екі жағында қазір мен кубта x плюс 1 қосылған, x1 қосылған x2-ні 1-ге тең дедік қой, осының екі жағында кубтап жіберейін. Сонда осының екі жағында кубтайтын болсақ, x1-дің 3 дәрежесі қосылған 3 еселенген x1-дің квадраты көбейтілген x2 қосылған 3 еселенген x1 көбейтілген x2-ның квадраты қосылған мына жақтан x2-ның 3 дәрежесі ол тең 1-ге екен. Сонда x1-дің 3 дәрежесі қосылған x2-ның 3 дәрежесі, осыны не істейміз қазір? Бұл, мынауымыз 1-ге тең дедік па? Мына жер 1-ге тең емес қой. Бұл бізде бірден, жоқ, 1-ге тең. Мен не істеген? Мына жақтан қазір, мына жерде шатасып кеттім ғой. Мынаны кубтадым мен ең бірінші. Мынаны кубтадым, сонда мынаған қол жеткіздік. Енді осы жерден 1 азайту 3x1-ді де жақшаның сыртына шығарып жүретін болсақ, 3x1, x2-ні жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде бізде x1 қосылған x2 деген қалады екен. Енді мынау бізде қай есеп еді? 17-ші есеп, мына жаққа жазып қойын. 17 деп. Енді осы жерден біз қазір енді теңсіздігімізге көшеміз ғой. Теңсіздігімізге көшетін болсақ, міне 1, бұл енді орындарына қойайық апарып, 1 азайтылған 3 еселенген, мынауымыз а, қосындысы 1-ге тең. Сонда 1 минус 3а бізде қандай болу керек? 1-ден кіші болу керек қой. Міне x1-дің 3 дәрежесі және мына жақтан қосылған x2-ның 3 дәрежесі ол, яғни 1-ден кіші болу керек. Сонда мына жақтан 1 азайтылған 3а кіші 1 дедік. Сонымен көріп тұрғандарыңыздай, мынауымыз мына 1 мен 1 жойылып кетеді. Сонда минус 3а кіші 0, ал мына жерден сонда а үлкен 0 деген шығады. Минус 3-ке қысқартып жіберсек. Енді мына жерден жауабын қарайтын болсаңыздар, 0-ден 4-тен 1-дің аралық дейді. 0 кіреді дейді. Не үшін 0-ді кіргізген екен? Қазір көрейік.
Бұл жерде яғни бірден артық емес деген сөз ғой. Сонда бұл бірден артық емес деген сөз бірге тең болуы да мүмкін. Сол үшін мына жерде кіші немесе тең деген болады бізде теңсіздігіміз. Мынау кіші немесе тең, кіші немесе тең, мынау кіші немесе тең. Сонда енді осы екеуін а 4-тен 1-ден кіші дейді, ал мынау а 0-ден үлкен немесе тең дейді. Сонда екеуін аралық ретінде жазатын болсақ, а 0-ден 4-тен 1-дің аралығында дейді. А тиісті. Міне, а осы аралыққа тиісті болатын болса, бізде, яғни бұлардың түбірлерінің кубтарының қосындысы бірден кем емес, бірден артық емес деген болады. Яғни ең үлкен дегенде 1-ге тең болады деген сөз ғой. Кішіне тең 1 болу керек. Енді келесі, мынаны былай үлкейтейін. Келесі 18-ші есепке келейік. 18-ші есебіміз не дейді? Аның қандай мәнінде бұл, яғни мынаның түбірлерінің квадраттарының қосындысы максимумға ие болады дейді. 18, мына жаққа астына жаза берейін. 18-ші есепті x квадрат азайтылған ax қосылған a минус 2. Мен мына жерден нені жазып кетіппін ғой? 19-ды жақсы. Онда 19-ды шығара берейік. Одан кейін қазір 18-ге қайтып ораламыз. Так, мынау 19 x квадрат минус ax минимум болу керек дейді, яғни квадраттардың қосындысы, сонда x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадраты бұл минимумға тең болатындай аның мәнін табуымыз керек екен. Демек, онда Вет теоремасын қолданатын болсақ, x1 қосылған x2 ол a-ға тең, x1 көбейтілген x2 ол дегеніміз a минус 2-ге тең екен. Мына сандарды табатын болсақ, оны тапас бұрын мынаның енді квадраттап жіберейін, мына бірінші теңдеуімді. Сонда x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадраты ол тең a квадрат минус 2 еселенген x1 x2 деген шығады. Мынау қайдан шықты десеңіздер, мына жерде плюс 2ab деген бар еді ғой, оны мына теңдіктің оң жағына өткізіп жіберсек, оны минус болады да, сонда мына x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадратын өрнектеп алдық. Ал енді осы жерден апарып, мына a минус 2-ні орнына қоятын болсақ, мына жаққа 2 еселенген a минус 2-ні. Сонда бізде не шығады қазір? Бұл бізде 19-ші есеп қой. Міне, бұл тең a квадрат азайтылған 2 еселенген a минус 2, ал ол дегеніміз 2a минус 2a қосылған 4-ке тең екен. Енді біз осыны қай кезде минимумға ие болатын табу үшін бізге не істеу керек? Бұл мынаның толық квадратын бөліп алайын. Сонда a квадрат минус 2a қосылған 1 қосылған 3 деп жазайық. Сонда мынауымыз бізде a минус 1-дің квадратын береді. Қосылған 3. Енді мынаны көріп тұрғандарыңыздай, бұл парабола ретінде елестетсек болады, яғни тармақтармен жоғары қарай бағытталған парабола. Ал ол параболаның тармақтармен жоғары қарай бағытталса, оның ең минимум мәні, яғни бізде төбесінің координатасы ғой. Бұның төбесінің координатасы бізде көріп тұрғандарыңыздай, мынау m дегеніміз 1-ге, мынау формула бар еді ғой бізде, y тең ax азайтылған m-нің квадраты қосылған n дейтін формула. Яғни мынау m бізде төбесінің x, ал төбесінің x-і, ал мынау төбесінің координатасының y-іне тең. Сонда бұл, мына көріп тұрғандарыңыздай, мынау ең минимум мәнге ие болу үшін, онда мына квадраттан 0 шыққан кезде ғана ие болады ғой. Яғни мына жаққа жазайық, сонда a минус 1-дің квадраты 0-ге тең болса, бұл минимум болады. Сонда a тең 1 болған кезде, мынау квадратымыз 0 шығады, сонда 0-ге 3-ті қоссақ 3. Келесі аға мысалы 2-ні берсек, одан 1 шығады, 1-дің квадраты бәрібір 1. Оған 3-ті қоссақ 4. Көрдіңіздер ғой, яғни мынау енді a өскен сайын ол да өсе береді екен. Сонда a 1-ге тең болса, мынаның мәні минимумға тең болады бізде. Келесі 18-ге келейік. Енді мына 18-ші есепке келетін болсақ, бұл енді максимум дейді. Демек, мынаның максимум мәнін табу үшін, онда бұл тармақтармен төмен қарай бағытталған парабола ретінде болатын шығар жауабымыз қазір. Сол кезде оның максимум мәні бізде төбесінің ординатасы болады, төбесінің координатасының, яғни y-ге. Келесі мына 18-ді шығарайық. x-тің квадраты қосылған ax плюс a квадрат минус 3 ол тең 0 дейді. Енді осыдан Вет теоремасын қолдансақ, x1 қосылған x2 ол минус a-ға тең. x1 көбейтілген x2 ол a квадрат минус 3-ке тең. Енді жаңағыдай, бірінші теңдеуімді квадраттап жүретін болсам, менде не шығады сонда? x1-дің квадраты қосылған x2-ның квадраты ол дегеніміз a квадрат азайтылған 2 еселенген a квадрат минус 3 деген шығады. Мынау қайдан шықты? Яғни мынау 2 еселенген x1 x2, ал оның көбейтіндісі
бізде а квадрат минус 3-ке тең. Сонда бұл тең 6 азайтылған а квадрат. Міне көріп тұрғандарыңыздай мынау неге ұқсас болып тұр ғой. Яғни мына y тең, оны көк түспен жазайын. Y тең 6 минус x квадрат ретінде қарастырсаңыздар осы параболаның графигі. Яғни тармақтармен төмен қарай бағытталған, оның максимум мәнін табу үшін біз онда оның төбесінің координаттарын табатын едік қой, сол кезде n-ді тапсақ жеткілікті екен. Яғни мынау бізде былай болып тұр ғой, сонда. Мынауымыз былай. Мына нүктесі 6 болып тұр, сонда бұның ең үлкен деген мәні міне, функциямыздың мәні 6-ға тең. Демек бұл қай кезде оған тең болады? Әрине x-і 0-ге тең болса, сонда міне көріп тұрғандарыңыздай, мына a неге тең болу керек? 0-ге тең болу керек. Міне біздің мына есебіміз шықты. m-ді табамыз ғой, сонда мына жерден m-ді тапсақ, m-нің формуласы минус b бөлінген 2a. Сол кезде 0 бөлінген 2a ол бәрібір бізде 0-ге тең. Сонда a 0-ге тең болса, мына берілген 18-ші есебімізде берілген квадраттық теңдеуіміздің не дейді, түбірлерінің квадраттарының қосындысы максимумға ие болады екен. Максимум мәнге ие болады. Келесі енді 19-ды шығардық. Мынау бізде 18-ші есеп, қазір былай жақындатайын. Міне мынау 18-ші есебіміз. Енді келесі 20-ші есепке келетін болса, 19-ды жаңа шығарып қойдық 18-дің алдында. Енді мына жерден a-ның қандай мәнінде түбірлерінің айырымы 1-ге тең дейді. 20-ші есебімізде. Бұны енді мен келтірілген түрде жазатын болсам, x квадрат азайтылған a қосылған 1 бөлінген 2x қосылған a қосылған 3 бөлінген 2 тең 0 дейді. Яғни бізден сұрап тұр ғой, x1 азайтылған x2 1-ге тең болатындай a-ның мәнін есепте деп. Ондай болса x1 мен x2-нің қосындысы бізде a қосылған 1 бөлінген 2-ге тең. Ал x1 көбейтілген x2 деген a қосылған 3 бөлінген 2-ге тең. Және біз x1 мен x2-нің айырымын білеміз. Неге тең? Минус 1-ге тең екендігін. Мына жаққа да жазасайын оны. x1 азайтылған x2 ол 1-ге тең міне. Енді мына екеуін бір-біріне қосып жібере салайын. Мынаны қосып жіберетін болсақ, бізде 2 еселенген x1 ол тең. Мынауымыз a бөлінген a қосылған 1 бөлу 2 қосылған 1-ге тең. Енді мынаның барлығын 2-ге бөліп тастасақ, сонда x1-ді өрнектеп аламыз ғой. a қосылған 1 бөлінген 4 қосылған 2-ден 1 деген болады. Яғни x1-ді өрнектеп алдым мен мына жерден. Енді x1-ді өрнектеп алғаннан кейін x2-ні табатын болсақ мына жерден. Қазір мына x1-ді өрнектеп алдым. Так, x1, x2. x2-ні өрнектеп алып, мына жерге қояйық. Сонда мына жақтан x2-ні өрнектесек, бізде неге тең болады ол? x2 ол 1, керісінше ол x1 азайтылған 1-ге тең болады ғой x2-міз. Мынадан x2-ні өрнектесек. Енді осы x2-ні өрнектегенімізді мына жердегі x2-ні орнына қояйық. Сонда x1 көбейтілген x1 азайтылған 1 ол дегеніміз a қосылған 3 бөлінген 2-ге тең екен. Енді жақшаны ашатын болсақ, мынаны мен қазір онда ортақ бөлімге келтіруім керек екен. Бәрібір 2-ден береміз. Сонда мынау не болады бізде? a қосылған 3 бөлінген 4. Яғни x1-дің мәні a қосылған 3 бөлінген 4-ге тең екен. Апарып енді орнына қойып, мына жақшаны ашсақ, сонда бізде x1-дің квадраты шығып тұр ғой. Сонда мынаның квадраты шығады екен. a қосылған 3 бөлінген 4-тің квадраты азайтылған a қосылған 3 бөлінген 4. Ол мынанда теңдіктің сол жағын өткізіп жібере салайын. Азайтылған a қосылған 3 бөлінген 2 тең 0 болады. Енді осыны біз ашатын болсақ, квадраттап, сонда бізде не шығайын деп тұр? a қосылған 3-тің квадраты бөлінген 16 азайтылған, мен мынаны a қосылған 3 бөлінген 4. Одан кейін азайтылған a қосылған 3 бөлінген 2 тең 0 дейін ортақ бөлімге келтірсек, мынаған 4-тен, мынаған 8-ден береміз. Сонда бұл a қосылған 3-тің квадраты азайтылған 4 еселенген, a қосылған 3 азайтылған 8 еселенген, a қосылған 3 тең 0 деген шықты. Енді мынау алға қатысты квадраттық теңдеуге келдік. Қосылған 6a, қосылған 9, мына a плюс 3-ті жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ, онда a плюс 3 жақшаның сыртына шықса, жақшаның ішінде минус 12 тең 0 деген болады. a квадрат қосылған 6a, қосылған 9, минус 12a, минус 36 тең 0. Енді осы жерден минус 6a, минус 27,
тең 0 деп толық квадрат мына жерден квадраттық теңдеу шығарайық енді. Бұдан мен толық деппін ғой. Квадраттық теңдеуін шығаратын болсақ, дискриминантпен шығарсақ болады. Немесе толық квадратын бөліп ала салсақ та болады. Ешқандай айырмашылық жоқ. А квадрат минус 6а қосылған 36 десем, онда минус 36 деп жазам. Мынау минус 36 деппін ғой. Яғни мына жерден бізден не шығайын деп тұр ғой? 9, онда мынаны минус 9 минус 27 тең 0 дейміз. Сонда бұл а азайтылған 3-тің квадраты ол тең болады екен неге? Мынауымыз минус 36. Сонда міне модульдің ішінде а минус 3 ол тең болады екен 6-ға. Бұл дегеніміз а минус 3 6-ға тең. Сонда а тең 9. Келесі а минус 3 ол минус 6-ға тең. А тең минус 3. Минус 3 және 9 деген болады екен жауабымыз. Қазір көрейік тексеріп. Мына жақтан бізде міне минус 3 және 9-ға тең деп тұр екен жауабы 20-шы есепте. Яғни мына жерден мен дискриминантын есептеудің орнына былай толық квадратын бөліп алып есептей салдым. Дискриминантпен шығарсақ та болады әрине бұл жерде. Ол кезде, яғни қазір түбір астынан шығарып біраз уақыт алатын болғаннан кейін бірден былай есептей салдым. Немесе бұны тағы мына жерден ықшамдай салуға болатын екен ғой. Мынадан біз а минус 3-терді жақшаның сыртына шығарып жіберді. А плюс 3-ті жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде а плюс 3-тен біреу қалады. Сонда мына жақтан минус 12 тең 0 деген шығады. Сонда жеке-жеке 0-ге теңестіре саламыз. Мынанда 0-ге теңестірсек а минус 9 тең 0. Сонда а тең 3 минус 3 және а тең 9 деген жауабымыз мына жерден ақ шығып кете салады екен. Мынау бізде 20-шы есеп осылай шығады екен. Енді келесі мынаны қазір мен үлкейтейін былай. Енді келесі 21-ші есебімізге келетін болсақ, 21-ші есеп осы жерден 21-ді, яғни былай дейді бізде. 21-ші есебімде x1 ол x2-ның квадратына тең болатындай осын тап дейді. Онда мен x1 қосылған x2-ні Вет теоремасы бойынша ол 8-ден 30-ға тең. Ал x1 көбейтілген x2 ол дегеніміз 8-ден a-ға тең екен. Осыдан енді x1-дің орнына қоятын болсақ, яғни x2-ның квадраты қосылған x2 ол дегеніміз 8-ден 30. Мына жаққа қоятын болсақ, сонда x1-дің орнына x2-ні қойып жатырмын. Сонда x2-ның 3 дәрежесі ол 8-ден a-ға тең екен. Бұны шығару үшін енді мына біріншісінен, яғни x2-ге қатысты квадраттық теңдеу болып тұр ғой. Бұны шығарып алатын болсақ, мен онда x2-ні т деп белгілей салайын. Сонда 8 еселенген т-ның квадраты қосылған 8t азайтылған 30 тең 0. Яғни біз қандай алмастыру жасадық? Т деп x2-ні белгілеп алдым. Енді барлығын неше 4-ке қысқарт, 4 емес 2-ке қысқартып жіберсек, 4t квадрат қосылған 4t азайтылған 15 тең болады 0-ге. Осыдан t1 мен t2-ні табайық. Ол минус 4 плюс минус түбірдің астындағы 16 азайтылған 4 еселенген 4 көбейтілген 15. Мынау минус 15, сонда мынауымыз плюс болады, яғни 2 еселенген 4 болады мұнда. Ол неге тең екен қазір? Минус 4 плюс минус, мынауымыз мынаған көбейтетін болсақ, 60, 64-ке өтсе 240, 240-қа 16 болса 256, одан 16 шығады, бөлінген 8. Енді осының түбірлерін табатын болсақ, бізде қандай сандар шығады? Біріншісі минуспен алатын болсақ, минус 8-ден 20, келесі плюспен алатын болсақ, яғни 8-ден 12. Бұл x2-ның мәні сонда бізде. Мұның бәрін қысқартатын болсақ, қазір сонда мұның бәрі неше 4-ке қысқарса, минус 2-ден 5, ал мұнан 4-ке қысқартсақ, 2-ден 3, яғни міне. Енді біз мына жақтан a-ны сұрап тұр ғой. a деп отырғанымыз 8 еселенген x2-ның 3 дәрежесі, сонда a тең 8 көбейтілген 2-ден 3-тің, мына жақта 3 дәрежесі болса, мынау 8-ден 27, 8 бен 8 қысқарып, мынау 27-ге тең екендігі шығады. Келесі 8 еселенген минус 2-ден 5-тің 3 дәрежесі десек, ол мынау алымы минус 125, бөлімі 8, 8 бен 8 қысқарып, мынау минус 125-ке тең екен. Сонда міне біз таптық 27 және минус 125-ке тең екен. Яғни a осы сандарға тең болса, бұл нені білдіреді? Яғни бірінші түбірі екіншісінің квадратына тең екен. Екінші түбірі сол бірінші түбірдің квадратына тең болады екен. Келесі 20 ең соңғы есеп, 22-ші есебімізге келейік.
яғни b-ның қандай мәнінде мына орындалады дейді екен. 5 еселенген x1 қосылған 2 еселенген x2 бірге тең дейді. Вет теоремасын бірден жаза салсам, мұндан қосылған x2 ол дегеніміз минус 5-тен b, мына жақта x1 көбейтілген x2 ол тең минус 5-тен 28 дейік. Осыдан біз енді қазір нені табамыз? x1 мен x2-лерге қатысты мына b-ны іздейтін боламыз. Бұл жерде бізде белгісіздердің саны 3, теңдеудің саны 3, демек бұл жерден b-ны таба аламыз қазір. Бұны шығару үшін мен не істейін? Мынаны мен бірінші 5-ке көбейте салайын бәрін. Сонда 5x1 қосылған 2x2 ол тең 1. Мұның бәрін 5-ке көбейтсек 5 еселенген x1 қосылған 5 еселенген x2 ол тең минус b. Екеуін бір-бірінен азайтсақ, яғни астыдан үстін азайтсақ, мына x1-лер жойылады. Сонда 3 еселенген x2 ол тең минус b азайтылған 1-ге тең екен. x2-мді өрнектеп алдым. Енді осыдан x2-ның өзін өрнектесек, сонда минус b қосылған 1 бөлінген 3-ке тең екен x2-міз. Енді келесі бізге x1-ді өрнектеу керек қой, мына жақтан x1-ді табуымыз керек дегенде, x1-ді табатын болсақ, мына жақта тұр міне. x1 ол дегеніміз минус 5-тен b азайтылған x2 дейді, сонда қосылған 3-тен b плюс 1 екен. Мұнаны былай істей салайық. Енді осыны ортақ бөлімге келтірсек, сонда x1 ол дегеніміз 2b қосылған 5 бөлінген 15-ке тең екен. Мынау минус 3, мынау 5b, 5b-дан 3b азайтса 2b, қосу 5. Енді осы екеуін көбейтеміз ғой. Көбейтіп, оның мәнін минус 5-тен 28-ге теңестіріп b-ны табатын боламыз. Сонда минус b қосылған 1 бөлінген 3 көбейтілген, мына жақтан 2b қосылған 5 бөлінген 15, бұл тең минус 5-тен 28. Бұл жерден минус бәрі екеуі де теріс болғандықтан, онда b қосылған 1 бөлінген 3 көбейтілген, мына жақтан 2b қосылған 5 бөлінген, мына 5 пен мына қысқартсаңыз мұнdan 3 шығады, ол тең 28 деген шығады. Бұл 28 қайдан шыққаны түсінікті ғой, мына 5 пен яғни мына бөлінген бөлімінде тұрған 5-ті мына жаққа көбейтіп жіберсек, мына 15 пен қысқарады. Сонда 2b-ның квадраты қосылған 5b қосылған 2b қосылған 5 бұл тең 9 еселенген 28 екен. Осы жерден енді b-ны есептейтін болсақ, 2b квадрат қосылған 7b, одан кейін мынау қанша, мынау 28-ді 9-ға көбейтетін болсақ, бұл бізде 252, ол мына жаққа минус болып өтеді, сонда 252-ден мынауымыз минус 247 тең 0 екен. Так, мына жерден b1 мен b2-ның мәнін есептейік енді. b1, b2 ол дегеніміз минус 7 плюс минус түбірдің астындағы 49 қосылған 8 еселенген 247 бөлінген 2 еселенген 2 дейді. 49 қосылған 8 көбейту 247, 2025, оны түбірден шығаратын болса 45 екен. Сонда бұл минус 7 плюс минус 45 бөлінген 4. Яғни енді бұның қалған түрлерін табу түсінікті ғой. Бірінші плюспен, одан кейін минуспен алсаңыздар, бізде b1 мен b2-ні табамыз. Мына жақтан жауабын қарай салайық. Мына жақтан b тең бізде минус 13-ке дейді. Мына жақтан, яғни b дегеніміз бүтін сан болу керек деген шарт бар екен ғой, соны қанағаттандыру керек. Онда қазір мына жерден немен бірінші плюспен алатын болсақ ортасын, онда 45-тен 7-ні азайтатын болсақ, онда ол бізде қанша болады? 38 бөлінген 4. Келесісі минуспен алатын болсақ, екеуі қосылады да, минус 52 бөлінген 4, сонда мынауымыз минус 13 деген шығады. Мынауымыз бізде бүтін санға тиісті емес, ал мынау тиісті бүтін санға. Сонда жауап ретінде мына минус 13 алады екенбіз. Сонымен міне мынау бізде параметрге байланысты квадрат теңдеулерді міне осылай шығарады екенсіздер. Бұл жерде ең бастысы Вет теоремасын қолданасыздар ғой. Сонымен міне бүгінгі сабағымыз аяқталды.